Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бұл дәрісімізде біз сіздің дербес компьютеріңіздің мүмкіндігінің шеңберінде Navier-Stokes-тың күрделі теңдеулерін шешуді үйренеміз. Алғашқы дәрісімізде айтқанымыздай, Navier-Stokes теңдеулерін дәл шешу мәліметтердің өте нақты болуын талап етеді. Ол турбулент ағынның әрбір ұсақ бөлшегін қамтиды. Бірақ инженерге мұндай шешудің қажеті жоқ. Оған осындай орташа шешу жеткілікті. Бұл орташа шешу. Онда орташаландыру келесі жолмен жүзеге асырылған. Демек, турбулент ағындағы кез келген айнымалы шаманы орташаландырылған және пульсациялық құрамдас бөліктің қосындысы ретінде түсіндіруге болады. Орташаландырылған мәнді шығару үшін Navier-Stokes-тың нақтылы теңдеуін шешудің орнына біз Navier-Stokes-тың орташаландырылған теңдеулерін шеше аламыз. Орташаландыру барысында алынған Navier-Stokes теңдеулері Reynolds бойынша орташаландырылған Navier-Stokes теңдеуі ретінде танымал. Орташаландырылған теңдеулер мұнда индекстік белгілер түрінде көрсетілген. Мұнда F сұйықтыққа әсер ететін сыртқы күшті білдіреді. Бірақ Reynolds теңдеулері бұл тек орташа мән ғана емес. Оған сондай-ақ Reynolds кернеуі ретінде танымал. Мынадай айнымалы құрамдас бөліктер кіреді. Орташа шамалар негізінде Reynolds кернеуінің үлгісін жасап шығаруға мүмкіндік беретін турбуленттік үлгілердің біршама түрі бар. Reynolds теңдеуін сандық әдіспен шешу қиын емес. Ағымдағы EGD пакеттерін негізінен 3 сандық әдіс қолданады. CA, SA және SK. Осы әдістерді қолданатын кейбір коммерциялық пакеттер осында атап көрсетілген. Соның ішінде ең көп таралған әдіс соңғы көлемдер әдісі. Сондықтан бұл бейне жазбада біз тек SKA-ге ғана тоқталмақпыз. Қане соны қарастырып көрелік. Ағынның негізгі теңдеулері біріктірілу жолымен SKA-ге шығарылады. Бұл жағдайда дифференциалды көлемді қарастырудың орнына біз еркін пішіннің соңғы көлемін қарастыратын боламыз. Біз ағын ол арқылы өткенде көлемнің ішіндегі шаманың өзгеру жылдамдығы кіріс және шығыс ағынының айырмасына, әрі соның ішіндегі шаманың генерациясын қосуға тең болады. Сіз мұны кез келген шамаларға қолдана аласыз. Шама салмақтың немесе импульстың құрамдас бөлігі болуы мүмкін. Мұндай әдістен интегралдық пішіндегі теңдеулерді шығаруға болады. Олар мынадай жалпы формаға ие болады. О, мұнда шаманы білдіреді. Сонымен, біз бұл ортақ форманы салмаққа қатысты қолдана аламыз. Сондықтан, U тығыздық пен жылдамдықтың көбейтіндісіне тең болады. Бұдан салмақтың сақталу заңы теңдеуі шығады. Дәл осылай оны импульстың 3 элементіне қатысты қолдануға болады. Бізде импульстың сақталу заңы теңдеулері болатын тағы 3 теңдеу пайда болады. Осылайша, біз 4 теңдеуді шығарып аламыз. Бұл жолы интегралды формада. Енді соңғы көлем бойынша бұл теңдеулерді сандық әдіспен шешуіміз керек. Мұнда сыртқы және көлемді интегралдар бар. Біз олардың сандық біріктірілуін еркін нысандағы торлардағы шағын жабылмайтын көлемдерде орындаймыз. Сондай торлардың бірі осында көрсетілген. МКО-да көлемді интегралдар тордың ортаңғы нүктесінде шаманың орташа мәніне көбейтілген тордың көлемі ретінде жуықтайды. Дәл осындай жолмен үстіңгі интегралдар ортаңғы нүкте бойынша орташаланған мәндер ретінде жуықтайды. Сондықтан бұл тор үшін біз барлық 4 үстіңгі бет бойынша дәл сол операцияны орындауға тиіспіз. Енді біз сол операцияны орташаланған мәндер негізінде бір қатар теңдеуді құратын барлық торларға қатысты қолдана аламыз. Біз оны кейбір шектеу қоюшы шарттың көмегімен бірге шеше аламыз. Сіздің орныңызға бұл есепті сәйкесінше математикалық шешуші бағдарлама орындап бере алады.
Әдетте ЕГД-ның шешуші бағдарламалары шешім алу үшін біріктірілу әдісін қолданады. Бұған дейін қарастырылған қадамдар рет-ретімен осында көрсетілген. Дәрісімізді аяқтамас бұрын біз ЕГД-ның үлгілік есебін қарастырамыз. Сіздер есептеуіш гидродинамика жөнінде жақсы кіріспе ақпарат алдыңыздар деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.